Алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулилlah. Өткен сабағымызда әйел кісілердің махр туралы айта кеткен едік. Бүгінгі тақырыбымыз келгені енді өсім туралы келді. Ар-риба жариматун ижтимаиятун хатиратун дейді. Өсім қоғамдық қатерлі қылмыс деп атаған тақырып қойған екен. Рибаға байланысты риба деп айтады. Өсім процент қой. Ең бірінші аятты оқи кетейік. Бұл аяттарымыз Бақара сүресінің 275 пен 281 аяттар арасы. 275-281 аяттар арасы. Аллазина я'кулуна ар-риба ла яқумуна илля кама яқуму аллази ятахаббатуху аш-шайтану минал мас. Расында өсім жегендер қияметтің күнінде тұрған уақыттарында жын шайтан ұрғандай орындарынан теңселіп тұрады деген. Яғни тіке түзу тұра алмайды. Жынның ұратындығы да осы аяттан шығарған негіз бар деген де жын ұратындығы. Жын ұрғандай тура не істейді екен, теңселіп тұратында, түзу жүре алмай. Залика би аннахум қалу иннамал бай'у мислур риба. Өйткені бұлай болуларының себебі олар сауда да тура сол өсім секілді деп айтады. Сонда бұлар өсімді, мына процентті сауда секілді. Қараңыз, сауданы осы процент секілді деп айтады. Өйткені негізгі нәрсе осы өсім, ал сауданы соған салыстырып отырған секілді қылды. Терісін жасады да бұлар. Негізі бұл өсімде сауда секілді деп айтса да түсінуге болатын еді. Сауданы өсім секілді деп айтады. Демек не екен, бұлардың алғашқы бұл адамдардың немесе бұл яһудилердің істеген ісі еді. Бұл өсімде, саудада тура өсім секілді деп айтты. Ва ахаллаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба. Алла тағала сауданы адал қылды, өсімді харам етті. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Кімде-кімге Алла тағала тарапынан үгіт насихат жеткен болса, ол адам тоқтатса, оның бұрынғы өткен істері өткені. Оның ісі Аллаға қалады дейді. وَمَنْ عَادَ. Ал кімде-кім кері қайтатын болса, қайтадан сол өсім алуға, өсіммен жұмыс істеуге қайта келетін болса, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ дейді. Міне бұлар тозақлар. Хум фиха халидун, олар онда мәңгі қалады дейді, тозақта. Ямхақуллаху риба ва юрби садақат. Алла тағала өсімді жояды. Бұл жерде өсімнің я тікелей мал дүниенің толығымен жойып жіберу мүмкін, я болмаса берекесін алып қою мүмкін. Екі түрде де айтылған. Ва юрби садақат дейді. Садақаны, яғни зекетті өрбітеді дейді. Адам өсімге ақша берген уақытта не үшін береді? Пайда табайын дейді, содан сол мақсатпен береді. Ал зекетті бермей қалуының себебі не болады? Малым көп болып тұрсын, берсем қолымнан кетіп қалады деген мақсатпен де бермей ұстап қалады. Адамның жаңағы сараңдық жасауы. Бірақ Алла тағала ана өсім табайын деп, өсімге, пайда табайын деп өсімге берген дүниеңізді қайта кемітіп құртып тастайды деген, ана ұстап қана емес, осыны берсеңіз қайта мал дүниеңізді өрбітеді деді. Дұрысы осы деп Алла тағала көрсетіп жатыр. Валлаху ла юхиббу кулла каффарин насим. Алла тағала әрбір қарсы келушіні, күнәһарды жақсы көрмейді дейді. Мына каффар деген күпірлікте көп күпірлік жасап шектен шығушы деген сөз. Бір күпірлік емес, қайта жасаушы. Бұл жерде айтқаны жаңағы өсімді адал деп өздеріне меншіктеп алып, бұл дұрыс істеп, сол істен кетпей қайта соны дұрыс көріп жүргендер, әрі күнәға батып жүрген адамдар деп айтқан. Алла мұндайлар жақсы көрмейді дейді. Бұл өсіммен айналысу дегенде мұсылманның ісі емес, әрбір күнәһар кәпірдің ісі деп айтқан. Соның үшін мұсылман қауымы бұдан аулақ тұру үшін аят келіп жатыр. Инналлазина аману ва амилус салихати ва ақамус салата ва атауз заката лахум ажрухум инда раббихим. Расында иман келтіріп, салихалы іс істеген, намаз оқыған, зекет бергендер, міне бұлардың сауабы Алланың қасында. Уәлә хауфун алейхим уәлә хум яхзанун. Оларға қорқыныш та жоқ, олар қайғырмайды да. Я айюхаллазина аману тақуллах. Ей иман келтірген мұъминдер, Алладан қорқыңдар. Вазару ма бақия минар риба ин кунтум муъминин. Егер Аллаға иман келтірген мұъминдер болсаңдар, өсімнен қалған нәрсенің бәрін тастаңдар дейді. Фаиллам тафалу, егер бұлай істемейтін болсаңдар, бұл өсімді қоймайтын болсаңдар, фаъзану би харбин миналлахи ва расулих. Аллаға және елшісіне соғыс ашқандықтарың дейді қарсы. Ва ин тубтум, егер тәубе етсеңдер, бұл нәрсені қойсаңдар, фалакум руусу амваликум.
малдарыңның берген ақшаларыңның негізгі берген ақша өзіңіздікі болып қалады сол күйінде дейді. Қарызға ақша берсеңіз процентке, ол ақшаңыз сіздің өзіңізде қалады. Ла тазлимуна ва ла тузламун. Ешкімге зұлымдық жасамайсыңдар, өздеріңде зұлымдық көрмейсіңдер. Ва ин кана зу усратин. Ана қарыз алған адам егер қиыншылық уақытысында тұрса, қиналып ақша қайтаратыны мүмкіндігі болмай тұрған болса, фа назиратун иля майсара. Оған бір кеңшілік келгенге дейін күтсін дейді. Ва ан тасаддақу хайрул лакум. Ал садақа қылып жіберулерің сендер үшін хайырлы. Ин кунтум та'ламун, егер білетін болсаңдар. Ваттақу яуман турджауна фихи илаллах. Алла тағалаға қайтарылатын күнден қорқыңдар. Сумма туаффа куллу нафсин ма касабат ва хум ла юзламун. Ол қиямет күні әрбір кісі өзінің істеген нәрсесін алады, ешкімде зұлымдыққа ұшыратылмайды дейді. Осы жерде көрсек, жалпы процент туралы, өсім туралы айта келе-келе, соңында Аллаға қайтарылатын күннен қорқыңдар деп аят толықтастырып бітірді. Осы жерде көреміз енді. Бұл риба деген нәрсе не? Риба деген арабша өсім деген сөз. Рабуатун деген бір төбешікті айтады арабтар. Түп-түзу жер болса, сәл бір төбешік тұрса, рабуатун дейді. Рабуа деген риба деген сөз екі бір түбірден шығады. Демек екен артықтық, жердің бетіндегі тұрған бір артықтық төбешік. Артық нәрсені риба деп айтады. Біреуге 100 теңге бердіңіз, 101 теңге қылып алдыңыз ба, 1 теңгеңіз риба, артықшылық болып келді. Бұны екен риба деп осын айтқан. Бұл нәрсе харам етілген, 1 теңге болса да. Соның үшін бұл нәрседен мұсылман адамның аулақ болуы керек екендігі. Енді осы жерде көреміз, Алла тағала аятта айтқаны әрбір мұсылман адамның істеу керек ісі арам жолмен емес, табатын болса, мал дүниені адал жолмен табу керек екен. Біреуге ақша қарызға беруге болады, болмайды емес. Бірақ қарызға бергеннен кейін де оған жеңілдік жасауға. Процентке беріп, оны қинап, жаңағыдай өсіммен қайтарасың деп емес. Бұл аяттың түсуіне себеп болған оқиға бар. Кезінде Халид ибн Валид пен пайғамбарымыздың көкесі Аббас екеуі мал мүлкі көп болған адамдар. Солар бір халыққа, қазір айтам, Сақиф тайпасына. Халид ибн Валид пен Аббас екеуі бірігіп Сақиф тайпасына өсімге ақша беретін болған. Содан кейін олар қайтара алмайды ғой ақшасын алғаннан кейін. Қайтара алмағаннан кейін уақытысы жеткен уақытта айтады екен, мен саған үстеме ақша қосамын осыған, бірақ кейінге қалдыр дейді. Мейлі дейді, сонда ол үстіндегі өсімін береді қолдарына, ақша қарыз әлі қолдарында қала береді, ол нәрсе қарыз болып тұра береді. Тағы бір ай өте ма, басқа уақыт өте ма, тағы да үстіндегі процентін беріп қояды, қарыз болып мойында тұра береді, құтыла алмайды. Уақыт өткен сайын одан бетеріне өсіріп қояды екен. Тура осы мәселе олар солай жасап жүрді. Одан бұрынғы арабтарда осылай жасап отырған жахилиет дәуірінде. Сосын мына осы аят келген. Я айюхаллазина аману тақуллах ва зару ма бақия минар риба ин кунтум муъминин. Ей иман келтірген мұъминдер, Алладан қорқыңдар, және өсімнен керіде қалған нәрсесін ешқайсысын алмаңдар, егер шын иман келтірген болсаңдар деп осы аят келді дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барлық өсімдер, бұрынғы жасап жүрген істердің барлығы тоқтатылды, Алла тағала бұны арам етті деп тыйым салғандығын көреміз. Сөйтті де бұрынғы надандық дәуіріндегі жасалып жатқан өсімнің барлығын тастадық, аяқ асты қылдық. Бұндай нәрсе жоқ. Ең бірінші тастайтын, мен қарсы болып алдыртпайтын өсім бұл Аббастың, өзім көкем Аббастың өсімдері дейді. Алынбасын деп тыйым салды. Сөйтті де екіншісі, және қан дауы деген нәрсенде Алла тағала тыйым салды бұны деген сендерге харам етіп. Сөйтті де ең бірінші менің жаңағы аяқ асты қылып тастаған қан дауым бұл Рабиа ибн Харис ибн Абдул Мутталибтің қаны деп айтты дейді. Яғни бір адамдар, бір кісілер сон қан дауы араларында болып жатқан сол нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқтаттырып тастағандығын көреміз. Демек бұл өсім деген нәрсеге шариғатымыз қатаң тыйым салды. Осы жерде көретініміз аяттан кейбір ерекшеліктерді шығарып отырады. Сол уақытта Алла тағала жалпы пайыз жеушілер, жаңағы өсім жеушілер деп жалпылама айтты. Қысқа немесе аз болсын, көп болсын деп нәрсе айтқан жоқ. Пайыз жеушілер бұлар деп нақты бір сөз қолданғандығы. Екінші мәселе, мұндай адамдар
жын шайтанның ұрғанындай теңселіп жүретіндігі ертең қиямет күнінде. Хадис шарифтерде келеді, теңселіп жүру қалай деген кезде адам тұрған уақытында ішіне артық нәрсе жегендігі үшін іші өзінікінен артық болып тұрады дейді, көтере алмайды дейді, теңселіп былай құлап кетеді, немесе былай құлап кетеді дейді. Басқа риуаяттарды көреміз. Осы өсімге байланысты бірнеше риуаят келеді. Адамның шек қарны көтеріле алмай, кейде ақтарылып жерге түседі дейді. Есек диірменді айландырып жүрген секілді айланып жүреді деп айтқан. Бұл қандай есек деген? Сонда бұрын диірменді айландыруға есек қосып қояды екен, екі жақтан екі есек. Сонда ұрып отырады есекті, есек диірменді айландырып отырады екен, үркен. Тура сол секілді шек қарны ортада қалады, адам айланып жүреді деген, кете алмай қалады деген. Ертең қиямет күні болған уақытында мұндай адамдар қарындары соншалықты үлкен болып өзі көтере алмай теңселіп ары құлап бері құлап түзу жүре алмай жатқанда сол үлкен белгісі болады, елдің бәрі біледі дейді, мына өсім жеген адам деп дейді. Процент жеген адам. Ешкім айтпайды, түрінен ақ көрініп тұрады болды дейді, өзінің көрінісінен. Және бұл жерде қараңыз, ұқсатуды қалай жасады олар? Расында сауда тура өсім секілді деп айтты. Сонда өсім процент деген нәрсені табиғи нәрсе қылып алып алғанда сауданы соған ұқсатып жатыр. Ал айтпесе негізгі нәрсе сауда ғой. Өсімді соған ұқсатса да түсінуге болатын еді. Жоқ, бұлар тура керісінше жасады. Өйткені арам нәрсеге еттерін үйретіп алған халық болғандығы үшін. Соншалық дәрежеге. Бұл да сол жерде өмір сүріп жатқан баяғы жахилиет арабтары еді және яхуди халқы еді. Бұл істі істеп жүргендер. Алла Тағала тағы айтқаны бұл жердегі мәселе ямхақуллаху ва юрбис садақат деді. Алла өсімді жояды, садақаны өрбітеді деп айтты. Демек, адам баласы өсімге, процентке бір нәрсе алып еңбек етем дейтін болсаңыз, я ол ісіңіз қанша табысты болса да құрашын шығынға жүріп отырады. Я болмаса Алла Тағала берекесін алып қояды, не ісіңіз алға баспайды, үнемі. Проценттің, өсімнің харам нәрсенің нәтижесі сол болады үнемі. Дамып кеткен адамды көре алмайсыз. Кейбір адамдар жаңағы процентке көп ақша алады да сауда жасап жатқанын көресіз. Алайда соның үдесіне шыға алмай адамның қиналып жүргенін көресіз. Бір мәні болмайды. Қанша тапса шығатын орындар шығып тұрады. Бір пайда таптым ау десе, ана жақтан бір ауру бір нәрсе пайда болып соған шығып отырады. Әйтеуір бір қызығын көре алмайды адам. Алла Тағала мұндай нәрсені жояды деген. Оны нәтижесін шығармайды деген. Юрбис садақат деп айтқаны садақаның зекеттің нәтижесін өсіреді деген. Зекет берілсе адам ойлауы мүмкін. Мен зекет берсем кеміп қалам деп. Алла Тағала зекет бер деген кезде не бер деді? 1 миллион ақшаңыз бар болса, 1 миллионның 2,5%-ын жылына бір рет бер деп айтты. Бұл деген сөз қанша болды? Дары кетсе 25 мың теңге бола ма? 1 миллионнан 25 мың теңгені жылына бір рет бер деп айтты. Бұл жетімні, жесірдің, бейшараның ақысы бер деді. Адамға зұлымдық емес бұл ешқандайда. Жылына бір рет. Соны көреміз, адам соны бергісі келмейді, шайтанның азғыруына ілесіп. Бірақ ол бергені қайта мал дүниесін арттырады деп айтқан бұны. Және рухани да бұны тазалайды. Мал дүниесінің артуына себеп болатын нәрсе осы деді. Ал бұл өсімнің харам екенін білгеннен кейін тоқтамай соны әдеттегідей қайтадан жалғастыра берген адамға фәъзану би харбин миналлахи ва расулих деген Аллаға және елшісіне қарсы онда соғыс жариялағандықтарың бұл дейді. Ертең қиямет күні болған кезде бұл адам Алланың алдына барады ғой. Сол кезде айтады екен, ал қару жарағыңды алып дайындал енді Аллаға елшісіне қарсы соғысасың деп айтады дейді. Өйткені сенің ісің осы еді, соғыс жариялап жүредің. Дайынсың ба деп қарулан деп айтады дейді енді. Қарулан. Кім Аллаға елшісіне, періштелеріне қарсы соғыса алады? Кім тұра алады ондай? Ешкім тұра алмайды. Күл талқанын шығарады ғой. Соның үшін Алла Тағала бұған қатаң тыйым салып жатыр дейді. Бұл нәрседен аулақ болсын деп. Және валлаху ла юхиббу кулля каффарин асим дегені Алла Тағала әрбір мұндай күпірлікте терең кеткен күнәһар адамдарды жақсы көрмейді деп айтқан. Бұл істермен айналысып жүрген. Бұны не үшін айтты? Өйткені күпірлік деп айтқаны бұл негізі мұсылман емес кәпір адамдардың істейтін іс-әрекеті дейді. Және күнәға өте қатты батқан адам. Мұсылман адам мұндайды қойсын, тоқтасын деген. Соның үшін де адам мүмкіндігінше ондай алу керек болып тұрса қарызға алғаны жөн. Өсімге емес, қарызға алып, соны қайтарып береді мүмкіндік бар болса. Болмаса қарызсыз, процентсіз, банкке қарызыңыз жоқ болатын болса, бақытты адам сіз боласыз. Шынында
Тапқан табысыңыз қанша? 30 мың теңге тауып жатсаңыз да үйіңізге кіреді сол. 30 мың теңгеңізді соны наныңызды, шайыңызды алып ішіп, емін еркін жүресіз. Сол күнге жетпейді ешқандай. Ана жаңағы мойныңызда қаншама қарыздар процент тұрып, миллиондап тауып жатсаңыз да берекеңіз кірмей, ары-бері таратумен боласыз. Аласыз, бересіз, тек қана осы болып кетеді. Енді қараңыз, аятта «Ва ин кана зу усратин фа назиратун иля майсарах» деген. Ал егер сізден қарызға алған адам қиналып тұрған болса, кеңшілік уақыт келгенге дейін күтсін деп айтқан. Мұсылманшылық жасап, кішкене күтіңіз деген. Өйткені ол уақытта көреміз, адамдар қарызға алады екен, сөйтеді қайтара алмайды, ана кісі келіп қыспаққа салады екен әрдайым. Сол қыспаққа салмасын деген. Bir күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйінде отырған уақытында бір сырттан айқайласып кеткен дауысты естиді. Есіктің алдында, енді сыртта. Сонда тыңдаса, қарызыңды кішкене түсірші маған, мен қайтара алмай жатыр, маған ауыр болып жатыр дейді анасы. Ана валлахи мен түсірмеймін ешқандай дейді жаңа. Толық қайтарасың деп айқайлап жатқанын естіген кезінде пайғамбарымыз үйінен жүгіріп шықты дейді. Бұл қайсың, бұл Алланың атымен ант етіп, жақсылық жасамаймын деп тұрған дейді жаңа. Сонда ана біреу мен едім я Расулалла дейді жаңа. Сонда ана кісі не болды деген кезде, мен қарызын қайтара алмай жатырмын, мына кісіге үлкен ақша қарыз едім. Бірақ соның жартысын кешіріп жіберші, жартысын қайтарып берейін, мүмкіндігі болмай жатыр десем, мына кісі көнбей жатыр дейді. Сонда ана жаңа кісіге айтады, неге сен кішкене жеңілдік жасамайсың мына бауырыңа деген кезде, я Расулалла дейді, мен жақсы, мен жартысын кешірдім, жартысын қайтарсын онда деп айтқан екен. Бірден көреміз, мұндай қысымшылық жасаудың қажеті жоқ деп айтқан. Өйткені қайтарылатын. Бере алмайтын адамды қанша қысып, оның жанын қысқанмен керегі не? Хадис шарифте келеді, қарызын аларда қысып алған адам ертең есеп берген уақытында да Алла Тағала оны қысып алады деген есептің барлығын, қинап тұрып бәрін. Кеңшілік жасағанға Алла Тағала кеңшілік жасайды деген. Соның үшін бұл дүние тіршілігі өткінші. Белгілі бір уақытта бір сондай бір проблема болуы мүмкін, адам бірақ сабырмен ақылға салып қарайтын болса, шешілмейтін мәселе жоқ негізі. Бірақ біріншісін екіншісіне ығыстырып, кейде болады шынында қайтара алмай жатқан кісі расында көп балалы, үй жоқ, күй жоқ, қайтаратын шамасы болмай жатқанын көре тұра адам қыса береді, жаңа шалып барып. Тап, ана ол, мына ол бейшара табу үшін не ұрлық жасап, мына қайтарам деп сотталып кетіп жатады. Түрлі жағдайлар болып жатады. Көретін болсақ, дініміз кеңшілік жасасын деген ләжі болса, мүмкіндігіміз болса. Және аяттың соңында көретініміз Алла Тағала Аллаға қайтарылатын күннен қорқыңдар деп бітіргендігі аятта. Өте маңызды бұл. Кез келген істі істеген уақытта мұсылман адам нәтижеде Алла Тағала қайтарылатын күнді ойласын деген. Не істеп жатыр, қалай істеп жатыр, барғанда не айтамын? Мәселе осы. Ал бұрын соңды жасаған кісілер мұндай нәрсеге тәубе етсін, тоқтасын деген болды істе. Бірден. Бұл пайызды көреміз, тура арақ секілді дәреже тыйым салынған. Бірден харам деп тыйып тастай салмаған. Дәреже айтқандан көреміз. Арақта да солай еді ғой. Арақта ең бірінші айтқаны, сендер жүзімнен және құрмадан өздеріңе аштып, ішетін сусын жасайсыңдар, аштылған сусын жасайсыңдар деп жаңа аят келген. Бірақ бұл жерде ешқандай харам деген аят келген жоқ. Араққа байланысты. Тура сол секілді мына жерде қараймыз. Аятта ең бірінші айтылған мәселе былай келген. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ. Сендер адамдарға мал дүниемді өсірейін, арттырайын деп беріп жатсаңдар, Алланың алдында арттырамайсыңдар бәрібір деп аят келген. Бұл жерде харам екендігіне байланысты ешқандай аят келген жоқ дейді. Сөйтті да وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Ал кім Алла Тағаланың ризалығын қалап зекет берген болса, міне олар мал дүниесін арттырып жатқандар деп зекетке талпындырды да ананың дұрыс емес екендігін айтып кетті дейді. Яғни сен мал дүниені өсіріп жатсаң да Алланың алдында өсіре алмайсың, арттыра алмайсың деп кетті. Екінші аят келген уақытта бұл не екен? Жаңағы алғашқы аяттағыдай. Сендер ашытылған сусын жасап жатсыңдар деп айта кеткен секілді аятта, араққа байланысты айтқандағыдай. Екінші келген аят қалай келген? فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Яһудилердің зұлымдық жасағандықтарына байланысты оларға кейбір адал болған нәрселерді арам еттік және Алланың жолынан көп шығып кете бергендіктерінен дейді. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Және олар өсім жеуші еді, өсім алатын еді, оған тыйым салынған еді оларға деп айта кетті. Құран бұған әлі тыйым салған жоқ, бірақ
ненің жаңағы өсім жеудің процент деген нәрсенің жаңа дұрыс емес екендігіне қаттырек басып айтып кетті. Оларға соның үшін адал нәрсенің өзі арам етілді деп жаңа айта кетуі. Одан кейінгісі бұл қараймыз, жаңа Құран кәрімде аятты харам еткен уақытта, арақты харам еткен уақытта аятта қалай айтты? Ясалунака анил хамр деп еді, сенен арақ жайында сұрап жатыр. Қул фихима исмун кабир деді. Сенен арақ және құмар ойындары жайлы сұрап жатыр. Айт, ол екеуінің күнәсі өте үлкен, адамға кішігірім пайдасы бар деп айтты. Яғни сауда сатып пайда көре алады, пайда көріп жатқан, бірақ күнәсі әлдеқайда зор деген секілді, жаңағы бұның күнәлі іс екендігін, тыйым салынған іс екендігін алдыңғы Таураттағы деп айта кетті. Үшінші келген аятты көреміз, осы өсімге байланысты. Я айюхаллазина аману ла таъкулур риба ад'афан мудаафа. Ей иман келтірген мұъминдер, еселеп олай өсім жемеңдер деп келді. Өсімді еселеп жемеңдер етіп деді. Демек не екен, адамдар мынау көптеп берген дұрыс емес екен ғой деп түсіре бастады мәселен. Адамдар тартылады. Ана аятта арақ қалай келді? Мас күйлеріңден намазға жақындамаңдар деді. Адамдар күндіз арақ ішпейтін болған еді. Түнде құптан намазын оқып алады екен де арақ ішеді, таң намазға дейін есін жинап алып намазға баратын болған. Намаз уақытысында ішіп алып келуге болмайды деді. Тура сол секілді болды бұл да. Асырып ондай пайыз бермеңдер, ондай жемеңдер деп келді да. Төртінші, ең соңғы келген аят қалай келді? Ей иман келтірген мұъминдер, Алладан қорқыңдар және шын мұсылман болсаңдар, өсімнен қалған нәрсені баршасын тастаңдар деді. Бұрын өсімге беріп қойған, сіз алып жеп жүрген едіңіз, қалған нәрсені бәрін тастаңдар деді. Бұл дұрыс емес. Толығымен харам етті. Осы аят келді. Және бұны тастамасаң Аллаға елшісіне қарсы соғыс ашқаның деді. Егер тәубе етсеңдер, бұрынғы өзіңнің ақшаң өзіне қайтадан аласың, өсімнен басқасын. Және өзіңде зұлымдық көрмейсің, басқаға да зұлымдық жасамаған боласың деді. Осылайша аятты бекітіп берді. Ана аятта араққа байланысты да, ей иман келтірген мұъминдер, арақ, құмар ойындары, тігілген тастар, бал ашатын құмалақтар баршасы лас шайтанның істерінен аулақ болыңдар деп тыйым салып тастаған секілді, ашықтан аятта бұл жерде келіп тыйым салды. Көреміз 4 дәрежеде келгендігі. Сөйтіп келіп тыйғаны. Өйткені ол қауым осындай өсім дегенге әбден жаңағы отырып алған, орнықтырып алған өздеріне. Ел бірін-біріне өсімге ақша береді, жұмыс істемейді сонда. Қазірде ондай адамдар бар ғой, кейбір данышпан болып, үйінде отырып ақша беріп қоям, ақшам жаңа пайда тауып жатады деп сондай бір ойда отырады. Бірақ Алла Тағала оның берекесін алып қояды. Ешқашан оған берекесі болмаған дүниеден адам пайда көре алмайды. Бұл нәрсені ескеру керек екендігі. Осы аяттардан үкім шығарған ма хуар рибал мухарраму фи шариатил исламия. Ислам шариғатында арам етілген өсім не еді дейді. Бұған айтады, науани деп айтқан, бұны 2 түрі бар еді дейді. Сол 2 түріне де шариғат тыйым салған екен. Бұның бірінші түрі рибан насия дейді. Несие өсімі деп айтқан. Бұл деген сөз жаңағыдай біреуге өсім береді, ақша береді қарызға өсімге. Сосын ол қайтара алмаса, уақыт ұзаған сайын ол өсе береді. Қазіргі банктердің жасап жатқаны ғой. Тура сол еді. Рибан насия деп айтады бұны. Екінші түрі бар, рибал фадл дейді. Рибал фадл дегені бір нәрсені тура сол нәрсенің өзіндей нәрсемен ауыстырған уақытында артықша қосу. Мысалға, 1 шелек алма бересіз, ал ол сізге 2 шелек алма береді. Бұл дұрыс емес, бұл өсім деп айтқан пайғамбарымыз. Мысалға, сіздің алмаңыз жақсы алма, ірі апорт алма дейік. Оның алмасы майдарақ алма. Сіз айтады, сен 1 шелек алмаңды алайын, мен саған 2 шелек алма берем деп жасай алмайсыз деген. Ол өсім деп айтқан. Түсінікті ме? Ал 1 шелекке 1 шелек болу керек, тура бірдей. 1 уыс болса 1 уыс болу керек, нақты. Ал егер жоқ ауыстырмаймыз десе, онда бұны тыйым салу арқылы не деді? Сіз сатыңызда алмаңызды өзіңіз пайда көріңізді, керек болса соны сатып алыңыз деді, арзанырақ. Ал ана кісі де сатсын да, ақшасына мынадан сатып алсын деді. Басына бас ауыстырған болса, шелекке шелек беру керек тек қана. 1 шелек 2 шелек бере алмайды. Ал түрі бөлек болса бере алады. Мысалға, сен 1 шелек алмаңа мен 2 шелек жүзім берейін десе, болады ол. Өйткені түрлері бөлек. Мынау алма, мынау жүзім болғанда үшін. Бірдей болмау керек. Алтын, күміспен, бидаймен, құрмамен дейді, жаңағы бөліп келген. Тұзбен ауыстырылған уақытта көлемдері, мөлшерлері бірдей болу керек. Тұзды шекерге ауыстырсаңыз, мүмкін онда.
сен 2 кило тұз берейін, 1 кило шекер берші десе, мейлі деп ауыстыруға болады. Оған рұқсат бар. Бірақ жыныстары бірдей болған уақытта бұл харам етіледі де, бұған тыйым салынған міне, өсім деп шариғат. Бұны білейік. Енді мына жерде өсімнің аз түріне рұқсат беріле ме деген тақырып қойған. Және айта кеткен кеңінен бұл жерде біраз мәселелер кіріп айтқан. Бірақ жалпылама алғанда өсімнің азы да көбі де харам. Кейбір кісілер пікір айтқандығы бар. 3%-ке дейін болатын болса болады, одан көп болып есептеледі, бұл харам етілгенде 1% болса да, 0,5% болса да харам. Түсінікті ма? Оған рұқсат жоқ. Мына нәрсені білейік. 1%, 2% деген нәрсе халал деп, оған рұқсат беретін болса, адам 10%-ке дейін өзі шығарып алады. Онда емес, шариғат түп тамырымен тыйым салған. Азына да көбіне де баршасына. Сөйткенде, мына кітапты жазған ғалымыз имам Сабуни айтады. Сонда қалай дейді? Афату'минуна би бa'дил китаби ва такфуруна би бa'д. Кітаптың жартысына сеніп, жартысына сенбейсіңдер ме сонда деген? Не, көп болса болмайды, аз болса болады деген. Алла Тағала барлығын харам етті ғой деген, толықтай харам болу деген. Сол үшін адам қаншама өзін ананы мынаны айтып, ана молда былай деп айтты деп бір сылтау іздеп тапқанмен, Алланың алдында сылтау айта алмайды адам. Бұны айтпады демеу керек, бұл Алланың аяты ашық. Сол үшін бұл нәрсенің харам екендігін білуіміз керек. Бұл нәрседен аулақ болғанымыз жөн болады. Яғни аяттың көрсеткен нәрсе. Аят не нәрсені көрсетті? Нұсқап, яғни қорытынды ретінде ар-риба жариматун иштимаиятун ва диниятун хатира. Бұл өсім деген қоғамдық және діни қатерлі бір қылмыс дейтін. Адамдарды бұл нәтижеде, қазір қараңыз, бұл күнәлі іс былай тұрсын, бұны қылмыс атын берген. Адамдарды жақсылыққа жеткізбейтін, тек қана қорлық қалып баратын нәрсе болғандығы үшін тыйым салынған шариғат бойынша. Екіншісі ар-риба минал кабаириллати яссахиқу сахибуха азабан-нар. Бұл өсім деген кімде-кім өсіммен айналысса, ол адам тозаққа лайықты болады дейді. Өйткені Алла Тағала Құранда ол адам тозаққа кіргіземін деп айтқан анық ашық аяты бар. Жаңа жоғарыда айтыла кетті. Ал-қалилу минар-риба вал-касиру фил-хурмати сауаун. Өсімнің азы да көбі де екеуі де бірдей дейді. Екеуі де үкімі бірдей, арамдық жағынан. Аз болса күнәсі азырақ деген нәрсе жоқ. Екеуінің күнәсі бірдей деген. Аулақ жүрсін дейді. Осы жерде айта кетейік. Адам етін үйретіп алады өзінің. Мына 1% деген ештеңе жоқ, бір 100 теңге екен үстінде бере саламыз оны деп алу мүмкін. Адамның еті үйренеді осылай. Бір рет алайын одан кейін қоям деген адам қоймайды. Бір рет алады, құтылса екіншісін алады бар. Адам сол қанға қақтап жүрген қаншама адамды көрдік. Осы кредиттен құтылайын, енді алмаймын деді. Құтылады, бірақ екіншісін алады ғой бар. Өйткені еті үйреніп қойған болды. Алал муъмини ан яқифа инда худуди шар'i bijtinabi ма харрамаллаху алейхи. Алла Тағаланың адамға харам еткен нәрсесінде адам баласы барып шекарада тоқтау керек дейді. Мына жерден өтуге болмайды деді ма? Мұсылман адам осы тоқтап үйрену керек дейді. Одан кейінгісі мұсылманның харам нәрседен ұстанымы ол тақуалығы болады дейді. Алладан қорқуы. Алладан қорқу жолын ұстанса, адам бұндай арам нәрселерге бара қоймайды деп аятта, жалпы тақырыпта бітірген екен ғалымыз. Мінекей бүгінгі тақырыбымыз осы еді. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.